Сізге қай мінезіңізді жөндеу керек? Сәлем достар, сіздермен бірге ғажап әлем арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бір көріністен немесе болған оқиғадан әркім өзіне керегін көреді дейді психологтар. Әркім өз көкжиегіне, пайым түсінігіне қарай қабылдайды екен. Ал ол адамның мінез құлқынан хабар береді. Сол сияқты біз де беймәлім мінез қырларын тани түсуге жәрдемдесетін визуалды тест назарыңызға ұсынып отырмыз. 1-2 секунд психологиялық суретке көз тоқтатыңыз. Ең бірінші не көрдіңіз? Қолтырауын. Сіз креативті ойлайтын, көп адам елей бермейтін детальдарды көре аласыз. Бұл сізге жоқтан бар, бардан бал жасауға көмектеседі. Сонымен бірге креативті ойлаудың арқасында түйткілді мәселелердің тиімді шешімін алдын ала болжамдай аласыз. Шығармашылықтың адамысыз. Жұмысыңызды шығармашылықпен ұштастыра білсеңіз, жетістігіңіз бен табысыңыз көбейеді. Монотонды, яғни бір сыдырғы өмірден тез жалығасыз. Сізге үнемі жаңа эмоция қажет. Энергияны жаңа эмоциядан аласыз. Соны іздеумен үйде отыра алмайсыз. Дос жаранды іздеп, жаңадан ашылған кафеге баруды қыдырғанды, тым болмағанда дүкен аралап келгенді ойлап тұрасыз. Жаңа таныстыққа ашықсыз, көпшілсіз. Жұмысты тұрғылықты жерді ауыстыра салу сіз үшін түк емес, өйткені тәуекелшілсіз. Әрине, еш нәрсе істемей өкінгеннен бірдеңе істеп өкінген дұрысырақ. Тұңғиыққа батып ойланып отыра бергеннен тәуекелге бел буған жөн. Дегенмен психологтар сізге әр қадамды 7 рет өлшеуді, ақшаны есеппен жұмсауды және адамдармен таңдап араласуға кеңес береді. Себебі көп мәселелеріңіздің тамыры осылар. Ал егер сіз жартас көрген болсаңыз, мінезіңізді, өзіңізді, тіпті өміріңізді жартасқа теңеуге болады. Сізді көрген ескі таныстар баяғы жартас сол жартас дегенді айтатыны анық. Өйткені сіз өзгерістерден қорқасыз. Жаңашылдыққа ұмтылмайсыз, консервативтісіз. Сіздің көзқарасыңызды, пікіріңізді өзгерту қиын. Кейде қатып қалған қағидаларыңыз мүмкіндіктерден құр қалдырады. Арманшылсыз. Бірақ сол армандарға жету үшін әрекеттенбейсіз. Жайлы аймақтан шығу керек. Армандарыңыз жайлы аймақтың сыртында. Көп сөйлемейтін, тыныштықты жақсы көргендіктен болар. Айналаңдағылар сізден тез жалығады. Бірақ сіз бірізділіктен жалықпайсыз. Себебі барға шүкір, азға қанағат ететін жансыз. Әйтсе де сізде көп адамда кездеспейтін 2 қасиет бар. Олар тұрақтылық және сенімділік. Осы қасиеттеріңізді жұрт құрметтейді. Егер жаңа іс бастауда осы қасиеттерді пайдалансаңыз, баяғы жартаста көп өзгеріс болар еді. Ал егер сіз пойыз көрген болсаңыз, ойыңыз пойыз секілді үнемі қозғалыста, тыным таппайды. Өзіңіз ізденісте жүресіз, қажетті ақпараттар іздейсіз, өміріңіздің әр саласын зерттейсіз, көп кітап оқисыз, дұрыс-ақ, бірақ оның бәрін білгеннен не пайда? Өміріңізге және өз салаңызға қажетті мәліметтерді ғана білсеңіз де жетеді ғой. Қажетсіз ақпараттарды оқу, керексіз заттарды сатып алумен, қолданбайтын бұйымдарды үйге толтырумен бірдей. Бұл бір шешімге келе алмаудың, тұрақсыздықтың белгісі. Өзіңізге не керек екенін, жаныңыздың нені қалайтынын білмейсіз. Сізге ең бірінші өзіңізді тану, өз қалауларыңызды білу қажет. Барлық жетістік осы жерден басталады. Ойларыңызды саралаңыз, жан-жақты білімді болу мен қажетті білімді айыруды үйреніңіз. Әркез қандай да бір ақпаратты іздеуден бұрын, бұл маған қажет пе деп сұрақ қойыңыз. Уақытыңызды жоспарлап, үйренуде артық етпейді.